Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл видеода сіздерге сүйел не үшін шығады және де сүйелден қалай арылуға болады, сол туралы нақты айтатын боламын. Ең алдымен арнаға тіркеліп алыңыздар, себебі алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сүйел теріде немесе шырышты қабықта пайда болатын қатерсіз түзілімдер. Ол жиі иммунды жүйесі қатаймаған балалар мен жасөспірімдерде кездеседі. Сүйелдің теріге тек біреуі немесе қаптап та шығуы мүмкін. Және де сүйел сопақ, дөңгелек болуы мүмкін, немесе ашық түсті және де қарайып та шығуы мүмкін. Уақытында емдемесе, ол ыңғайсыздық тудырады. Ол жиі бетке, саусақтар мен тырнақ айналасына, буындардың бетіне, яғни тізеге, шынтаққа шығуы мүмкін. Сонымен қатар табанға да шығуы мүмкін. Сүйелдің шығуының негізгі себебі папиллома вирусы. Вирус теріге түскен кезде ол ағза, жарықшалар немесе жаралар арқылы кіреді. Микроорганизмдердің белсенділеріне және де өсінділердің пайда болуына мына факторлар әсер етуі мүмкін. Біріншіден, иммунитеттің әлсіреуі, жасөспірімдік кезеңдегі гормонды өзгерістер, үйлестірілмеген тамақтану, дәрумен жетіспеушілігі, аз қозғалысты өмір салты, жеке гигиенаны сақтамау, күйзеліс, созылмалы шаршаңқылық, ыңғайсыз аяқ киім кию секілді себептер болуы мүмкін. Қазір заманауи медицинада папиллома вирусының 40-тан астам түрі табылған. Бұл вирус жанасу арқылы да жұғады екен. Бұл вирусты жұқтырып алған ерлер мен әйелдер, сондай-ақ папиллома вирусты жұқпасы бар жануарлар да қауіп төндіреді екен. Кей жағдайларда адамда ешқандай оның белгісі білінбесе де, ол вирусты тасушы болуы мүмкін. Сонымен қатар бұл вирус ағзаның бір бөлігінен екіншісіне де түсуі мүмкін. Яғни, мысалы, тырнағын тістейтін адамдарда саусақтарына сүйел жиі шығуы мүмкін. Денесіндегі түкті қыратын, эпиляция, депиляция жасайтындарға бетіне, иегіне, балдырына сүйел шығуы мүмкін. Кей адам папиллома вирусты қоғамдық жерлерден, мысалы бассейн, сауна, спорттық залдан жұқтырып алуы мүмкін. Ет кесумен айналысатын адамдар оны жануарлардан да жұқтырып алуы мүмкін. Мұндай адамдарда көбінесе білегіне, иық айналасына сүйел шығуы мүмкін. Ал енді осы сүйелді қалай емдеуге болады деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Сүйелді емдемес бұрын диагнозды растау қажет. Яғни сіз дерматолог дәрігеріне міндетті түрде қаралуыңыз керек. Дерматолог дәрігерді сүйелді қарап, оның нақты түрін анықтайды. Бұл процедура ешқандай да ауыртпайды. Теріде сүйел көп болса, папиллома вирусының штамын және оның белсенділігін анықтау үшін қан тапсыру керек болады. Алған мәліметтерге қарай сүйелді емдеу жолы таңдалады. Сүйелдің бетіне жағатын жақпамайлар және иммунитетті көтеретін вирусқа қарсы дәрілер жазып беруі мүмкін. Егерде әсер тиімсіз болған жағдайда сұйық азотпен емдеу, лазермен кептіру немесе хирургиялық жолмен жоюды ұсынуы мүмкін. Жалпы сүйел денсаулыққа ешқандай қауіп төндірмегенімен адамның сыртқы көрінісін бұзады, әрі кең тараған косметикалық кемшілік саналады. Ол көбінесе саусаққа, қолға шыққыш келеді. Сүйелді қалай кетіруге болады? Оны кетірудің жолдары өте көп. Кез келген емді үздіксіз жасап отырсаңыз, сүйелді бірте-бірте жоюға болады. Біріншіден, дәріханаларда сатылатын вазелин сіздің сүйелді кетіруге өте жақсы таптырмас құрал. Ал үй жағдайында сарымсақты ұсақтап турап 24 сағатқа сүйелге басып қоюыңызға болады. Кейін бір матамен таңып қойғаныңыз дұрыс. Сондай-ақ шикі картоп пен алманы басқанда да сүйелді кетіруге болады. Нәтижесінде сүйел бірте-бірте кішірейіп, қараяды да соңында түсіп қалады. Және де сүйелге жаңа піскен қышқыл алманың шырынын да жағуға болады. Олар 10 күннен кейін кетіп қалады. Сүйелге күніне 2-3 рет пияздың шырынын жағуға да болады. Сонымен қатар сірке суы да пиязды қабығымен қайнатып, алынған тұнбаны сүйелге жағып тұру қажет. Сүйелді айға көрсету, яғни қызғандыру арқылы. Сүйелдеріңізді картоп крахмалымен үйкелеп,
ай жаңадан туған кезде оған көрсетіп, менде сүйел бар, сенде жоқ деңіз. Артынша әлгі картопты жерге көміп тастаңыз. Және де түрлі түсті жіптерді денедегі қанша сүйел болса, сонша рет түйіндеп, адам аяғы баспайтын жерге тастаңыз. Немесе денедегі сүйелдің санымен бірдей етіп, шикі күрішті санап алыңыз. Сосын осы сүйелдерім кетсін деген тілек айтып, күлге араластырып, күлді аулақтау жерге апарып төгесіз. Бір айдан кейін денеңіздегі сүйелдердің барлығы кетіп қалатын болады. Жалпы, сүйел шықпастан бұрын оның алдын алу жолдарын қарастыру керек. Біріншіден, гигиена ережелерін сақтаңыз, қолыңызды сабынмен жиі жуыңыз. Ыстық күндерде бактериялар белсенді таралады, сондықтан күнделікті шомылып отырған дұрыс. Денеңізде жара пайда болса, антисептикпен емдеп, үстіне пластыр жабыстыруды ұмытпаңыз. Бассейн, душ, жаттығу залы немесе саунаға барған кезде аяқ киіміңізді шешпеңіз. Сүлгі және жеке гигиена заттарын өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Ресми мәліметтер бойынша, ол вирус, яғни папиллома вирусы 50% адамда кездеседі екен. Оны ұсақ микробтар тудырады, бірақ олардың өсіп жетілуіне жүйке жүйесінің де әсері бар. Сүйел негізі ол жұқпалы, сондықтан олардың тез тарауына жарақаттар да ықпал етеді. Ақпараттар пайдалы болды деген ойдамын. Егер ақпарат ұнаған болса, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.